Тәтімбет Құнанбаймен бірге патшалық жүйеге жұмыс істеген адамдар ғой. Кәдімгідей патшадан болыс, жүзбасы деген шен алып, әкесі полковник болды, шен алды. Бірақ дейді, бәрібір көңілі Кенесарымен болды. Сонда дейді, Таласбектің айту былай: Бестөре деген дейді, ол Қасым хан, Абылай ханның баласы Қасым хан, және оның дейді 4 баласы. Сол Кенесары, Наурызбай, Саржан, сосын тағы да бір ұлы бар ғой, өзбектер басын алатын. Оның дейді бір дәлелі музыкалық, мынау дейді Бестөрені жылдамдатып тыңдасаң, магнитофонда жылдам қойып тыңдасаң дейді, қырғыздардың күйі шығады. Сонда Кенесары мен Наурызбайды өлтірген қырғыздар деп айтып тұр дейді күй. Кеше ғана Таласбек Әсемқұлов, біздің жазушы, зерттеуші, күйші, кинодраматург, қазақ зиялысының «Тал түс» атты романы түркішеге аударылып, кеше Адына өткен кітапханасында тұсаукесері болды. Сол тұсаукесерге орай Зира Наурызбай Қазақстаннан келіп отыр. Қош келдіңіз, Анкараға. Қонағымызды сіз таныстырып жіберейін қысқаша. Зира Наурызбай мәдениеттанушы, күлтүр араштырмашысы деп келеді түрікте. Зерттеуші, одан кейін мифология зерттеушісі, және де көптеген мақалалардың, жазбалардың авторы. Бүгінгі таңда медиа тұлға, Инстаграм парақшасында, әлеуметтік желі арқылы қазақ мәдениеті, қазақ мифологиясы жайында таныстырып, өте құнды пайдалы ақпараттармен бөлісіп отырады. Қош келдіңіз. Рахмет. Шақырғаныңызға рахмет. Ризамын. Осында жастар осындайға жиналып қалып, енді түрік мәдениеті, тарих, үлкен мәдениет қой тарих. Соның үшін соның ғана ағымен, ықпалымен кетпей, қазақтылығын жоғалтпай дегендей жиналып жүрген жастарға қатты ризамын да. Апай, білесіз, бізде айтып өттіңіз, түрік мәдениетінің бір бөлшегі ретінде қазақ мәдениеті де өзін таныту керек. Осы орайда біздің зиялыларымыз көбіне Түркияға білінбей, белгісіз болып жатады. Мысалы үшін Таласбек Әсемқұловтың есімі өкінішке қарай Түркияда енді танылып келе жатыр. Осы жылы ғана бір докторлық диссертация қорғалған екен. Жалпы сізден сұралатын болса, Таласбекті сіз кім деп сипаттар едіңіз? Оның қай қырына көп көңіл бөлер едіңіз? Таласбек Әсемқұлов жайлы айтар болсақ. Енді біріншіден 8 қырлы бір сырлы дейді ғой адам. Таласбек енді сондай адам еді, марқұм. Сосын мынау Таласбектің көп томдығын таныстырғанда Астанада Тұрсын Жұртбай деген ағаңыз бәріңіз алаштанушы. Алаштанушы, жазушы. Сол Тұрсын Жұртбай жас кезінен араласқан ғой, бірге жүрген. Сонда Тұрсын ағамыз былай айтты: Таласбектің ұлы адам, гений ретінде кемінде 5 рет солай ұлы адам, гений ретінде танылуға мүмкіндік болды. Күйші ретінде, сосын жазушы ретінде, сосын аудармашы ретінде, сосын композитор, өз күйін шығарған адам, сосын домбыра, жас кезінде Талас көп домбыра шапты. Өз қолынан домбыра жасаған. Сосын енді 5 қыры дейді. Енді Тұрсын ағамыз өзі зерттеуші болғаннан кейін Таласбектің зерттеушілігін кішіне айтпай кетті. Бірақ дейді, біз жас кезімізде көп кезде ойлайтын едік. Біз дейді, жазушылар Таласбек осы күйге неменеге уақыт жоғалтады, жазушылықпен, таза жазушылықпен жүрсе деп. Күйшілер көп кезде Таласбек бекер әдебиетке барды, жазды, сыншы болды. Ол таза күйшілікпен жүру керек еді. Бұл жерде мәселе былай ғой, Таласбек совет мәдениетінің аясына симаған ғой. Сосын тәуелсіздік алсақ та біз бәрібір әлде шын айту керек, постколониальды жағдайда тұрып жатырмыз. Сонда осыған симай
аталарының өсиетін аманатын жеткіземін деп әртүрлі салаға бара берген ғой. Өйткені күйші болайын десе, атасы екі күндік баланы асырап алған ғой, жиен. Иә. Жүнісбай атасы анау домбырамды ұстап қалатын шәкіртім болады деп. Бірақ қайтыс болар алдында Таласбек ол кезде 17 жаста кәдімгідей өсиет айтқан ғой, өнеріңді саудаға салмайсың, сен мынандай консерватория, кәсіби домбырашы болмайсың, ол салаға бармайсың, ондаймен ақша таппай деп тапсырып кеткен. Таласбекті де консерваторияға емтихансыз шақырды. Өйткені Таласбек атасынан мынау 18 ғасырдың күйшісі, Шығыс Қазақстан, сосын кейін мынау қазіргі Суар дейді ғой, Синьцзянь уйгур автономиялық округ, Шығыс Түркістан, тарихта. Сол Байжігіт сол жаққа кетіп, сол жақта қайтыс болған. Сонда соның мектебін Таласбектің атасы, содан кейін Талас жалғыз ол мектепті ұстап қалған, жалғастырған адамдар болды. Жүнісбай есімі, мен қате айтып. Жүнісбай Стамбаев. Нағашы атасы. Өйткені Мағауиннің бір естелік мақаласы бар, осы жайын айтып өтеді. Бала күнімнен осы байжігіттердің күйін тыңдап өскен едім дейді. Бірақ оны дағы өңшең шалдар ғана, кәрі құртаң, өскеннен кейін, қалаға келгеннен кейін мен бұл нәрселердің барлығы ұмытылып кетті деп ойладым дейді. Болды, келместің есінде тарихтың қойнауында қалған шығар дедім дейді. Бірақ бір күні естідім, осындай бір бала бар екен, сол баяғы байжігіттің күйлерін сақтап қалған екен деп. Сонда осы Таласбек Әсемқұловты тауып, Алматыға алдырып, өз естеріңде оқысаңыздар болады. Келді дейді. Таласбек Алматыда жүрді. Алматыда жүрді, медицина институтына түскен ғой. Өйткені атасы енді тыйым салғаннан кейін музыкаға бармайсың деп. Негізі Еркеғали Рахмадиев ол кезде ректор, атақты композиторымыз, алғысы келді. Өйткені ол Еркеғали Рахмадиевтің Байжігіттің тікелей ұрпағы екен. Солай ма? Сонда менің атамның мұрасын сақтап қалған адам деп Таласбекті консерваторияға шақырды, аламын деп. Бірақ Таласбек атасының өсиетін орындап бармады ол жерге. Содан кейін Мағауинмен танысып, сол Байжігіттің күйлері таспа күйінде шығады, пластинка болып шығады. Винил пластинка, сосын 2 рет сол кезде телевиденияға шықты. Ол кезде телевиденияға 1 рет көрінсең, сен жұлдызсың. Өйткені біздің бала кезімізде Ушақ канал, арна бар. Ол екеуі Мәскеуден, біреу Алматы деген арна қазақстандық, сосын бізге Фрунзе деген, Фрунзе сол кездегі Бишкектің аты ғой. Сол Алматыға Бишкектен кішкене толқындармен арнасы жетеді, болды. Қазақ бірақ арна, сол күнне 2-3 сағат жұмыс істейді кешке. Соған бір шықсаң, сен жұлдызсың. Олар 2 хабар түсірді сол кезде, марқұм Жарқын Шәкәрімов ағамызбен бірге. Бірақ соларды мен таба алмай жүрмін. Телевидениенің мұрағаттарында жоқ, білмеймін, бір әдейі біреулер өшірді ма, кезінде мынау қазақ телевидениенің қоймасына су кеткен ғой. Сол кезде Алтын қордың көптеген жазбалар өшіп қалған. Солай өшіп қалды ма, білмеймін, әзірге таба алмай жүрмін. Солай танылдық. Мағауиннің ол Таласбектің атасына арнаған мынандай Көкбалақ деген романы бар. Көкбалақ романды осы атасының прототипі ретінде алынған, басты кейіпкер. Осы бала кезінде жастайынан күйшілікке тәрбиеленіп, бірақ кейіннен заманның тезі талқысынан жаңа дәуір орнаған кезде оның күйі, өнері тымақша айтқан кезде керексіз болып қалды. Енді осы жөнінде кішкене тоқталып өтсек, Зира апай, өйткені біз қазір айтып отырмыз, Байжігіттің күйлері сақталмады деп, немесе Таласбекке атасы өсиет қалдырған консерваторияға барма деп. Яғни бұның астарында бірдеңе жатыр ғой. Сіз кешеде сөзіңізде тоқталып өткен болатынсыз. Совет дәуірінде қазақ күй өнеріне қандай көзқарас болды? Неге кей күйлер айтылды, ал кей күйлер неге жасырын қалды? Осы жайында қысқаша айтып өтсеңіз. Мен кішкене мынау Көкбалаққа байланысты бітірейін әңгімені. Былай болған, ол сол 70-ші жылдардың орта шенінде жазылған. Сол кезде кәдімгідей Мағауин Таласбекті өз үйіне тұрғызып, Таластан мәлімет алып солай жазылған. Соның үшін арнауында
күйші Сүгірәлиев, атақты Сүгірәлиев, мына оңтүстік Созақ Қаратау мектебінің ұлы күйші Өкілі. ғой, иә, өкілі, және домбырашы Жүнісбай Стамбаевқа арнадым деп солай жазады. Көрдің ба? Бірақ енді біріншіден өзінің қиялынан қосқан дүниелері бар. Мысалы, романда Таласбек, оның аты Нәрік, ол жерде Таласбектің кейіпкерін, ол туған жиен емес, ол асырап алған бала болып шығады. Ол қиялдан қосқан. Және де совет заманында көптеген нәрселерді жазуға болмайды. Былайша айтқанда, Астарлап беруім керек. иә, былайша айтқанда Магайн оның тек қана мынандай жағын жазады. Совет заманында жазуға болатын өмір баянның кейбір тұстарын жазбай кетеді. Анау лагерьде болғанын, Қытайға қашып, Қытайдан қайтып келген, сондай орыстармен соғысқанын, осындайды жазуға болмайды ғой совет Бірақ заманында. ана бір жазбай кетеді. эпизод өте қатты әсер етеді адамға. Алматыға келеді ғой, күйлерін жазып кету үшін. Сол кезде оның қабылданбауы, сахнаға орындыққа отырып шығасың, аяғыңды қойып шығасың дегенде келіспеуі, кейізде отырамын деу, ол эпизодтар адамға қатты әсер етеді, оқырманға. Иә, ол Неге біз соншалықты адам келіп айтып тұр, осынша күй білемін, бәрінің авторы белгілі деп отыр, бірақ неге сонша нәрсені көріп, оны қабылдағысы келмейді, неге оны кері тебеді? Ол былайда Таласбектің атасы сол күй қалдырам деп Алматыға келгенде, ол концерт туралы мүлде әңгіме болмады. Өйткені ол зэк, совет өкіметіне қарсы 23 жыл лагерьде болған адам, сосын 10 жыл аңдуда болған адам Мүшәріптің. Ол сахнаға шығару мүмкін емес. Ол адам жай ғана радио, сосын консерваторияға, сосын академия, ғылым академиясына барып, мені таспаға, архивке жазып алыңдар деп сондай өтініш барып айтқан ғой. Соның өзінде архивке де жазып алмады. Бұл 60-шы жылдар болған ба? Жоқ, 50-ші жылдар. Жылымық кезеңі ғой. Иә, соның өзінде, өйткені ол адам соғыс кезінде шамамен 43-ші жыл лагерьден қайтып келгеннен кейін 10 жыл аңдуда болды, өзі ауылынан шыға алмайды. Сосын Сталин өлетін кезде ол мерзімде бітеді, содан кейін Алматыға барады. О кезде талас әлі тумады. Шамамен 54-ші жыл. Сонда оны қабылдамайды, күйлерін алмайды. Тегін мен өз жүз күй білемін, менен жазып алыңдар дегенде неге алмайды? Қабылдамайды. Оның түрлі себептері болды. Мен ойлаймын, біріншіден саясат, бәрібір ол совет үкіметіне қарсы зэк деген. Зэк енді түрмеде отырып шыққан адам, былайша айтқанда. Сосын екіншіден субъективті мәселелер де болуы мүмкін. Біреуге ұнамады. Сосын оның шертетін күйлері Байжігіт. Байжігіт ол 18-ші ғасырдың адамы. Абылай ханның жанында. Иә, және Абылай ханның жанында жүрген адам. Абылай хан атын о кезде тек қана қанішер ретінде, және ол Абылай хан өзінің де күйлерін шерткен. Абылай хан күйші болды, оның қасында осындай өнер адамдар жүрді деген ол тыйым. Өйткені совет идеология үшін Абылай хан тек қана қанішер, халықты қанаған, сондай адам. Екіншіден Тәтімбеттің күйлерін шертеді. Тәтімбет ол өзі болыс, бидің баласы, би миллионердің баласы. Петерборға барған. Иә, орыс әскерінде анау жүзбасы деген шені болды. Тәтімбетті де айтуға болмайды. Тәтімбет Құнанбайдың қасында жүрді. Ол кезде анау, білесіз ғой, Абай жолы жазылғанда Құнанбай именно осындай бір қасан, феодализм, кертартпа, сондай тұлға қылып жасалған ғой. Коммунизмге қарсы болып шықты. Абай оның баласы, ол коммунистермен бірге жүретін, сондай озық адам. Әкесі керісінше кертартпа болып шықты. Соның үшін Құнанбаймен дос болған, өзі би болған адам, өнер адам болған, оған да тыйым салынады. Мысалы, сіз ғой, білесіз, Аққыз, Балқаштың мектебі, енді бүкіл сол мектеп, былайша айтқанда, атылды, қырылды, бүкіл күйшілер, Аққыз ғана аман қалды. Сол Аққыздың өзі жасырынып қана өмір баян оқығанда сұмдық, ол да байдың қызы,
әкесі де ағалары да қырылды, бай да қырылды. Сонда анау тезек теремін деп шығады екен ауылдан. Сол тезектің қабына домбырасын тығып шыдамай бара жатқанда, өйткені арқасы бар ғой. Сонда бір сайға барып, сол жерде жалғыз өзі домбыра шертіп сөйтіп келеді екен ауылға. Содан кейін кішкене анандай жағдай өзгергенде Мағауия Хамзин, Апеке Әбенова сияқты шәкірттерін дайындап, сөйтіп бұл мектеп өшіп қалмады. Сонда аққыздың аққыз осы мектепті сақтап қалды. Таласбектің атасы Шығыс Қазақстан сол Бәйжігіт мектебін сақтап қалған. Солай әр мектепте бір-екі адам сол мектепті сақтады. Сонда Таласбектің атасын ешкім сахнаға шығару деген әңгіме болмады. Бұл жерде Мағауин басқа Төлеген Момбеков сияқты адамдар келеді ғой қалаға. Олар олар сахнаға шығады. Сонда олар кәдімгідей киізге отырып үйреніп қалған адамдар ғой. Оларға орындыққа отырып тартқан ыңғайсыз да. Сонда олар да кәдімгідей тәртіпке салады, бір қалыпқа салады ғой. Қалыпқа салып, домбыраны да бір қалыпқа салады. Оны айтады Ахмет Жұбанов әдеби консерватория, Құрманғазы оркестрі құрылатын кезде, сіз кеше айтып өттіңіз ғой, сақтап қалу үшін Құрманғазыны күйшілерден таңдап алады. Домбыраны да бір, әйтпесе домбыра әр өңірде әртүрлі болған, әр өңірдің домбыралары әртүрлі болған. Тек қана екі шекті болмаған домбыра. Үш шекті домбыра, мынау Абай шерткен домбыра үш шекті. Осы оқиғалар жалпы барлығы осы Көкбалақ романында, одан кейін Таласбек Әсемқұловтың өзінің Талыс романында баяндалады. Бір жағынан алған кезде автобиографиялық роман. Бұл романда Таласбек Әсемқұлов романның жалғасында жазғысы келетінін жазып қалған екен. Жалғасы жазылды ма әлде? Жоқ, Талас ол анау бас кейіпкер Әжігерей қалаға қалай келеді, қалада жүргенін, сондай консерваторияда өткені Таласбек енді басында сол мединститутқа түсті, өткені жаман аурудан ем табам деп мединститутқа түскен ғой. Өткені олар полигонға жақын тұрды ғой, ауылдар кәдімгідей бала кезімізде үйдің шатырына шығып, анау жарылысты тамашалап жатамыз. Ешкім қазақтарға бұл зиян. Ең болмаса көшірмесе де, анау жарылыс болған кезде содан кейін бір күнде үйден шықпаңдар деп айтпайды ғой. Сонда балалар қызық көріп, о кезде телевизор түкте жоқ қой, үйдің шатырына шығып, соны тамашалайды. Таласбектің бүкіл анау әке шешесі, атасы, басқа туыстар бәрі жаман аурудан кеткен ғой. Соның үшін ол жаман аурудан ем іздеймін деп мединститутқа түседі, бірақ арқасы бар адам моргқа үйрене алмайды. Айтады, анау қаланың нәзік қыздар дейді, басында моргқа келгенде талып қалатын қыздар, екінші курста кәдімгідей сол жерде шай ішіп, пирожки жеп отырады дейді. Мен дейді, ауылда қасапшы, 2 жылда қасапшы болдым. Сонымен енді жағдай жасап жүрдім. Өйткені атасы да кедей, сондай дейді, мен үйрене алмадым моргта. Талып қаламын. Содан кейін әруақ қысады ғой. анау бәрібір адамның қаны, сондай өліксені көремін. Сонымен кетіп, сосын әскерге кетті. Әскерден қайтып келгеннен кейін ауылға қайтты. Ауылда сол қой бағып жүрген жерінен Мағауин қоймай қойып, сен өйтіп ауылда жүргенің жарамас, филология факультетіне түс деп. Сонда Талас күлішіп, қарасам, балалар шетінен мен жазушы боламын, мен ақын болам деп жүр. Мен ондай ойымда болмады, ол жазушы кім. Бұлай қарасаң, Таласбек бала кезінде бүкіл анау ауылдың кітапханасын, аудан кітапханасын бітірді. Кәдімгідей жатқа, анау есте сақтау қабілеті сондай күшті, жатқа білген ғой. Мысалы, Талас бір рет Толстойды жек көремін деп мақала жазған ғой. Сұхбаттарында айтып қалады. Кезінде Алтын Ордада үлкен анау шықты мақала. Толстой ол орыс империализмінің жыршысы деген. Ал бірақ та оның бір орыс тілді досы күлді, бір рет айтады, біз дейді қызық көретін едік, анау сөреден Толстойдың кез келген томын аламыз да ашамыз, сосын оқи бастаймыз. Сол жерінен Таласбек жатқа жалғастыра береді соны. Сөзбе сөз айтып отырады романды.
бүкіл анау сын сол Толстой туралы жазылған дүниелер бәрін жатқа білген ғой. Жалпы анау әлем классиктерін бәрін сондай жатқа білді. Сонда бірақ айтатын әңгімесі кілең қазақтың ескі дүниесі, тарихы. Курстас анау Кенжехан Маджанов деген ғылым докторы бар, фольклорист. Сол айтушы еді, біз студент кезімізді Таласбекті ауыл деңгейде қалған кер тарпа деп ойлап жүрдік. Өйткені дейді, оның әңгімесі біз енді ғана Толстой, Пушкинді оқып, соны әңгіме қылып жүрсек, Таласбектің айтқан әңгімесі, ой, оның бәрі де өтірік, біздің ауылдың шалдары былай айтты, былай айтты деп. Сонда дейді, кейін дейді, біз білдік, Таласбек, біз енді ғана оқып жатқан дүниелерді бұрыннан бала кезінен. Осы арқылы бәлкім Мағауиннің шәкірті болып, оның жанында жүріп, өзін ұстаз тұтқан Мағауинді, Таласбек Әсемқұлов. Иә, Талас көпке дейін Мағауинді ұстаз тұтты. Соның өмірінде көптеген проблема содан туды. 2000 жылдардағы әйгілі полемика кезеңдерінде. Бұрын анау институтта оқығанда дейді, менің я шәкірт ақын болмады, я жатақханам болмады. Өйткені дейді, декан бәрі Мағауинмен жау. Сонда дейді, Мағауиннен кек ала алмайды, менен дейді. Менің Мағауиннің інісі деп, менен дейді алады. Сонымен шәкірт ақын да болмайды, жатақханам да болмайды. Сол темір жолда көмір түсіріп, солай күн көрген ғой. Бала кезінде атасының тәрбиесінің көргені және көп оқып өскені, одан бөлек қандай себептер бар деп ойлайсыз? Мысалы үшін сонша қиын кездерде де мұқалмай өзінің принципінде қалуында. Өйткені мақалаларында, жазбаларында көп шағым айтады. Сол дәуірдегі зиялылардан шағымданады, биліктен шағымданады, немесе жазушылардан шағымданады. Соның барлығын көре тұрып, заманға бейімделудің орнына өзінің болмысын сақтап қалуында қандай себеп бар деп ойлайсыз? Өзіңіз бірге тұрдыңыз, жақсы қиналған сәттерінде жанында болдыңыз. Енді біріншіден ол бүкіл зиялы қауымнан сондай теперіш көрді деп айта алмаймын. Өйткені жас кезінен бастап Асқар Сүлейменов сияқты біздің үлкен сондай тұлғалармен, сосын Зейнолла Серікқали деген ағамыз, керемет ағамыз, ол да марқұм болып кеткен. Осындай ешқандай анандай рушылдық, сондайға ұрынбаған, социализмді жырлап жүрген адамдар емес, өзін таза сақтаған ойшыл адамдармен жақсы болды. Солармен бірге жүріп, мынау суретшілермен де көп араласты. Қазір классик болып саналатын Салахиддин Айтбаев, сондай суретшілердің де шеберханаларында көп жүрді. Бәрібір, және де ол адамдар, олар былай қарасаң, сол заманда қазақтар ешқандай үміт жоқ сияқты болды. Совет өкіметі мәңгі орнайды. Біздерге мысалы мектепте былай құйып жатты ғой құлағымызға. 2000 жылы коммунизм орнайды. 1990 жылға дейін бүкіл Совет одағындағы бүкіл тілдер жоқ болады, тек қана орыс тілі қалады, сондай. Таласбек сондай адамдармен жүргенде олардың әңгімелер мүлде басқаша болды. Мысалы дейді, 79 жылы Совет әскері Афганға кірді ғой, сонда дейді, кейбір сондай коммунист жазушылар, міне енді Совет одағы аналарды жайпап тастайды, Афганистанда енді социалистік жолға тұрады деп отырғанда, сонда дейді, Асқар Сүлейменов жымиды да айтты, көресіңдер, 10 жылдан кейін дейді, Совет одағы 100 000 әскерін жоғалтып, миллиондаған ақшасын жоғалтып, жеңіліп Афганнан шығады, және де Совет одағы ыдырайды деп. Сондай адамдар Таласбек сияқтыларға, жастарға айтып жүрді. Сендер оқыңдар, Қазақстан тәуелсіздік алады, сол кезде сендердің білімдер керек болады, елге, ұлтқа керек болады, ел басқарасыңдар деп солай үйреткен ғой. Бірақ өкінішке қарай елді тағы да сол коммунистер басқарып кеткен ғой. Асқар Сүлейменов жайлы, Таласбек Әсемқұловтың қаламгер жайлы бір үзік сыр деген кемеңгер жайлы бір үзік сыр емес, қате айтпасам, Алматы Ақшама газетінде жарияланған үлкен мақала. Сондай адамдармен жүрді. Ал енді ең бастысы
миссиясын қатты сезінген ғой. Аруақтар ол анау зиялы қауыммен солай кетісіп ұрсысып жүргені, билікпен былай тұрсын, ол анау аруақтармен де ұрсысатын еді. Кәдімгідей кей кезде шыдамай, маған осыншама аманат жүктесеңдер, неге жолымды ашып бермедіңдер деп, атаңа нәлет деп, сонда мен талас болмайды ғой, сен не деп кеттің дегенде, ол несі бар дейді. Мысалы, Махамбет те айтты ғой, ата баба оңбасын осы жерге қондырған деп. Ол жалпы қазақтарда бар екен сондай. Махамбет те анау Бөкей ордасына неменеге келдік, шыға алмай қалған ғой екі өзеннің арасында. Мынау жақтан орыс әскер қоршайды, мынау жақтан орыс әскер қоршайды. Жайықтан ары қарай далаға кетейін десе, өте алмайды да, өйткені әскер тұр. Адыра қалғыр қунарын деп. Иә, сонда ата баба оңбасын деп. Сонда Таласбек кәдімгідей осы, неге біздің аталарымыз мынау Түркия жаққа неге кетпейді деп кей кезде ашуланатын еді. Осы аманат жайында айтып өттіңіз, өте қызық нәрсе. Таласбек Әсемқұлов ылғи осыны айтып өтеді. Адамға Құдай бір дарын береді дейді да. Адамға бір дарын қабілет береді, және ол қабілетті жалға береді дейді. Жалға бергеннен кейін адам мына өмірде оны жақсы жаққа жұмсап, елінің, ұлтының игілігіне жұмсап, адамзаттың игілігіне жұмсап қолдану керек. Ал егер ол дарынын қолданбаса, оны дұрыс қажетіне жаратпаса, онда ертең Тәңір оның ақысын сұрайды дейді. Иә. Осы өте қызық нәрсе. Ол адам қатты қиналады сосын. Мысалы, Таласбектің бір досы болды, осы біз Серікбол Қондыбай туралы айтып жатырмыз ғой. Серікбол ол былай болған ғой. Мифология деген негізі кезінде тарих факультетіне түсем деп түсе алмады. Серікбол Қондыбай. Иә, кезінде мынау Казгу бар ғой, Қазақ ұлттық университет. Қазір Әл-Фараби атында, ол кезде Киров атында. Соған түсе алмады ғой, өйткені ол кезде тарихқа түсу ол өте престиж. Оған тек қана таныс, тамыр арқылы сен қандай білімді болсаң да түсе алмайсың. Сосын келесі жылы Серікбол география факультетіне түсті, соны тәмамдады, аспирантурада оны қалдырғысы келді, бірақ кенже болғаннан кейін ауылға қайтып, Маңғыстауға. Иә, анасын қолына алып, солай тұрған, сосын апатқа 27 жасында апатқа ұшырап, кәдімгідей омыртқасы үзіліп, сосын дәрігерлер 1-2 жыл ғана өмірі бар деп, ол 10 жылға жете бере өмір сүрген ғой, сонда ешқандай орта жоқ, кітап жоқ деуге болады, сонда отыра алмайды да өздігінен. Біз оны басында енді көптеген адамдар мүгедек креслода отырады ғой десек, олай емес екен. Ол сондай креслода отырышын оны креслоға танып тастайды екен. Ол тек қана етпетінен жатып жазады. Я анасы көтеріп отырғызып, анаған танып тастайды екен. Солай, сонда қанша қиналса 9 жылда 15 том жазған ғой. 36 жасында қайтыс болды. Иә, 36 жасында қайтыс болды. Сонда 15 том кәдімгідей басын кетеді да оқығанда. Өйткені мен басқа тіл тану, ол салада Серікболдың концепцияларын онша түсінбеймін. Өйткені мен тіл танушы емеспін, пікір айта алмаймын. Бірақ мифологияның маманы ретінде мен оны көріп тұрмын, қандай логикасы күшті. Өйткені оның әдебиеті да жоқ, ол мысалы алады да, Совет одағы кезінде шыққан ең академиялық, анандай энциклопедиялық басылымдарды алады да, оқиды да, сосын анау үнді европалық сарында айтылған концепцияларды, ол неге былай, оны былай да талдауға болады екен, ол былай ғой деп, анандай жай логика қате екен көрсетеді, сыни көзқараспен. Сонда сондай дүниелер, оны былай қазақ ертегілер арқылы ашып көрсетуге болады. Өйткені соңына дейін бізде мынандай бүкіл анау сақтар, скифтер, ол бәрде қазаққа ешқандай қатысы жоқ,
түріктерге қатысы жоқ деп солай біздің ғылымымыз айтып келген ғой. Иә, Қазір олар ғана генетика оны бұзып жатыр, ондай көзқарасты. Ол 19 ғасырдың соңында жасалған екен. Ресей империяда жасалған екен ондай концепциялар. Сосын бүкіл Европа соның соққан ғой, бүкіл сақ скиф дүниесінен жалғыз мұрагер, жалғыз тұяғы анау Кавказда бір шағын христианство қабылдаған ұлт бар, осетин деген. Осетиннен басқа ешкім жоқ. Сақтардың соңғы тұяғы сол осетин дейді. Түріктердің ешқандай қатысы жоқ деп солай сендірген ғой. 10 жыл бұрын мүмкін кейбір сақ тайпалар түрік тілінде сөйлеген шығар, біздің аталарымыз болған шығар деп сұрақ қойсаң, сен болды, сен ғылымнан шығып кеттің. Сенің деңгейің 0-ден төмен. А Серікбол енді ауылда тұрып жатқаннан кейін ол сондай ғылыми кітаптарды алып, а мынау неге былай, а мынау неге былай, а мифологиядан қалып қойған мынандай дүниелерді біз қазақ ертегілері арқылы тереңдей түсіне алады екенбіз деп сондай жазған ғой. Өйткені ол академиялық ғылымнан үміті болмады, өзін еркін жазды. Сонда Серікбол сондай дене. Ал бүкіл түрік халықтарының тарихы, сондай дүниелерінің басқаша қарауға жол ашып берген адам. Және мен мифология жағынан тамсанып жүрсем, тілтанушылар да тамсанады. Үлкен анау Абу-Али Қайдаров сияқты, Рабиға Сыздықова сияқты адамдардан бастап, қазіргі жас тілтанушылар Серікболға сүйеніп, жаңадан теория жасап жүр. Сонда Аталасбектің кәдімгідей студент кезінен бастап бір керемет досы болды. Ерік Көкеев өте талантты. Оның бір мақаласы біздің сайтымызда тұр, Отукен сайтымызда. Мен жақында сөзіңізді кішкене қосып өтейін. Түркиядағы жастар журналы бар екен, 98 жылы шыққан Желмая деген. Алдын Милли күтіпханеге барған кезде, сол Желмая журналында Ерік Көкеевтің де мақаласы бар екен. Қандай? Күй жайында. Күй жайында бір мақаласы бар екен. Маған соны жіберші, көрейін. Жақсы, жіберейін. Өйткені Ерікті мен өмірімде 2 рет көрдім, бірақ ол уже әбден тозған кезі, ол да 36 жасында кетті, бірақ жоқ, 36-ында жоқ, 50-ге 40-ның ортасында кеткен ғой. Бірақ оның сол біздің Таласбектің қолында бір қолжазбасы, тағы да біреулер біраз қолжазбалар қолда кетті. Кейбір адамдар одан ұрлап, көшіріп, өзінше түсінгенінше бір нәрселерді жазды. Бірақ Таласбек айтты бір кезде, мен дейді бұрында Ерікті қатты аяйтын едім, Ерік қалай қалып қойды деп. А бірақ дейді, мынау Серікболды танып оқығаннан кейін, мен дейді көзқарасым өзгерді. Өйткені дейді, Ерік Алматының іргесінде тұрды. Ол академияға барса бәрі, ой, Ерік деп тамсанатын еді. Кітапханаға баруға толық мүмкіндік бар. Бүкіл отбасы тек қана Ерік деп соны пір тұтады. Сонда Еріктің жазуға толық мүмкіндігі, қол аяғы сау, мысалы, жазуға толық мүмкіндігі болды дейді. А ол дейді, енді бір жағы әрине совет заманнан теперіш көрген адам. Өйткені ол 2-ші курс, тарих факультетінің 2-ші курс студенті болғанда курс жұмысы болады ғой. Сол 2-ші курсты бітіргенде жазатын жұмысы. Спартак ол түрік деген тақырыпта жазған ғой жұмысы. Соны оқудан шығарамыз деп, кәдімгідей жиналып. Пирамидаларға қатысты да бір дауы бар ғой. Пирамидаларды салған кім дейді? Жоқ, оны басқа адам айтады, бірақ сол жерде Ерік қорая. Өйткені ол айтады, мынау Аспара деген тау бар. Ол қасиетті тау. Ол тек қана Жамбыл облысында емес, тағы да түрік дүниесінде әр жерде Аспара деген тау бар. Сосын тақ деген ол тау біздше. Түріктер дағы дейді. Сонда мысалы Аспара таудың қасында туған баланың атын Аспара тау, Аспара тақ, сосын жүре Спартакқа айналып кете алады. Сосын дейді, ол анау Рим тарихшылар оны
homus nomадикус или в общем Номадтарға қатысы бар. көшпенділерден тегі көшпенділерден деп жазады. Және дейді ең бастысы анау Рим империядан өте алыста өсіп қалыптасқан адам дейді. Өйткені Рим империяның жақын жерде өссе, оның Рим империяға қарсы шығу мүмкін деген ой тумайды дейді санасында. Көтеріліс шығармайтын еді. Иә, а мынау дейді жаны еркін, ол империя, Рим империя, ол мәңгі империя деп қабылдамайтын, оған қарсы шығып жеңуге болады деп толық сенген адам бастады дейді. Демек ол анау бір далаларда өскен адам деп солай жазады. Сосын анау Ерік жазады, оны Фракиядан ұстайды дейді. Орыстар дейді, орыс тілінде мынау Т деп, грек тіліндегі Т деп, Т дыбысы орыс тілінде Ф болып кетеді. Афина, мысалы Атина дейді ғой, орыс тілінде Афина, анау Тәңірие. Сол сияқты Фракия ол дейді Тракия шынында. Әлемге түрікшеде Тракия дейді, басы Тракия дейді. Ол Тракия анау жерде дауысты дыбыс түсіп қалған ғой. Ол жерде қандай дауыс, Түркия болды ма, басқаша Тракия, қандай областа қандай аты болды деп. Сонда ол өзі көшпенді, сол Тракиядан оны тұтқынға алса, ол тұқымы тегі қандай деп анау көтерген ғой мәселе. Сонда оны екінші курстан оқудан шығарамыз деп мәселе көтерген ғой, өйтіп ұстап қалды оны. Сондай теперіш көрген, толық ашылмай қалған адам совет заманында. Дегенмен Таласбек айтатын еді, мен бұрында аятын едім, және суретшілігі керемет, күйшілігі кәдімгідей оған дейді нота үйретсең, келесі аптада қиын күйлерді шертіп отырады өз-өзінен. Суретшілігі гений деңгейдегі Еріктің. Бір-екі суретін мен көргенде қатты таң қалдым. Жыршы Берік Жүсіпов бар, ол кісілер Таласбек Әсемқұловпен жақсы араласқан екен. Ол кісінің де осы Ерік Көкеев жайында естелік жазбасы бар. Ол жерде де кәдімгідей жақсы нәрселер айтады, адам таң қалдырады. Өмірінің соңғы кездерін айтып өтеді, үйінде қозылбарын алып қалуымыз қажет деп. Жоқ, мен ойлаймын, кей адамдардың қолдарында қолжазбалар бар. Бізді бір адамдар, сол Ерікпен көрші тұрған бір адамдар қонаққа шақырып бізде қолжазбалар сақтаулы, сендерге тапсырамыз деп, біз ұштық қой. Сол үйге келсек, бізге өздерін мақтатып жаздыртқан дүниелерді беріп тұр. Басқа өздеріне бизнес план жаздыртқан Ерікке. Сондай дүние. Маған айтады, сен бұны теріп сайтыңа шығар дейді. Отукен кезет сайтың бар ғой. Сосын күлдім, мен басқа жұмысым жоқ. Сол адамдар. Яғни Таласбектің кейитін себебі Ерікке ол өзінің қабілетін қолданбады деп, әлсіздік көрсетті деп кейді ғой. Серікболмен салыстырғанда дейді, Еріктің жағдай болды жазуға. Бұрында аяушы едім, енді дейді, өкінемін, мен қорқам дейді, Ерік о дүниеде оны қинап жатыр ма, кім біледі деп. Сондай. Жалпы қазақтарда бір исламға жатпайтын бір түсініктер болған. Мынау қабілетті пайдалану исламда да бар деп ойлаймын. Мынандай мысалы бар ғой бір мақал. О мертвых хорошо или ничего дейтін. Римдерден, гректерден қалған мақал. Қайтыс болған адам туралы я жақсы айтасың, я ештеме айтпасын. Бірақ дейді, оның толық нұсқасы я жақсы, я шындықтан басқа ештеме айтпайсың деген. Шындық мәселе. Сонда түріктерде де негізі қайтыс болған адам туралы міндетті түрде шындық айтылу керек деген ұғым болды. Мысалы, алтайлықтарда мынандай ұғым бар. Мысалы, жыршы бір батырды жырлайды ғой, бірақ сол жырды айтып отырғанда жаулардың ерлігін айтпаса, мынау батырдың қателерін, осал жерлерін айтпаса, сол батырдың аруағы келіп, оны соғады екен деген ұғым бар. Бізде де қарасаң, мысалы, Қобланды батырдың қателері айтылады ғой жырда. Тайбурылдың несі дайын болмаған кезде алып кетеді. Жалпы абьюзер болып жұдыры қала жүгіреді ғой құрттаға, сосын
қараманның манипуляциялары сен әйелің айтқанынан шыға алмайсың. иә сондай неше түрлі құртқамен де құртқа емес анау қарлығамен де қарым қатынас түсініксіз. Сосын жаулардың ерлігі көп айтылады қазақ жырларында. Сол ескі түрік ұғымдарынан қалған жұрнақ қой. Сонда Таласбек мынандай сөз айтушы еді: шындық айтылу керек, адам, әсіресе адам тірі болғанда шындық өзі туралы шындық естіп кетсе, сонда о дүниеде оған жеңілдік болады. А егер де дейді ол жайында өтірік айтылып, шындық айтылмаса, о дүниеде ол қатты қиналады дейді. Сондай қызық. Соны үшін анандай марқұм болды, жоқ енді ештеме айтпаймыз деген ол дейді. Еліктің бармасын деді. Таласбек Әсемқұлов өзі айтқандай, қазақтың айтыс кезінде ойбай жеті атасына дейін неше түрліні айтады ғой, бәрін. Қазір ондайды айтсаң, мә мынау қандай сар жағал деп кетеді ғой, өсек деп. Айтыс кезінде оқысаң айтыстың, сенің анау әкеңнің атасы бүйтті сөйтті барды бүлдірді деп айта береді ғой, бетке басады көпшіліктің көзінше. Ол анандай өсекшілдік емес, шындық айтылу керек, қоғам сонымен тазарады деп. Таласбек ағаның өзі де мақалалар, жазбалар қалдырған. Сол жерде осы айтады, біз ұлы тұлғаларды сынауға болмайды дейміз, немесе қайтыс болып кетсе кейбір жасаған қателіктерін айтпауымыз керек деген, ол нәрсе дұрыс емес дейді. Өзі де кезінде біраз қоғамда канон деп табылып төбесіне көтерілген тұлғалардың кейбір көзқарастары, ғылыми көзқарастары жайында қатты сынаған екен. Марқұм Таласбек ағаның өмірінде тек қана бір-ақ кітабы шықты деп айттыңыз кеше. Талыс романы, ол бір байқаудан жеңіп алып, Сорос қорының байқауы. Әуезов директор болғанда қазіргі заманғы Қазақстан романы деген байқау өткізді. Дидар Амантай да қатысатын. Ол жерге көп адам қатысты. Ол жерде шарт былай болды: адам анау роман жобасын және де бір тарауын тапсырады, сосын содан іріктеледі, сосын іріктелген адамдар бір жыл шәкіртақы алады, сонымен жазады романын. Сосын Сорос қоры оны әлемдік тілдерге сәттімен шықса, әлем тілдеріне аударып шығарады деп. Сондай ережесі сондай болды. Сосын қазақ тілден сол Талас, сосын Дидар Амантай, сосын Айгүл Кемелбаева деген жазушы. Үшеу жеңді. Орысша там Веревочкин, Адыгов деген жазушылар жеңді. Сонда жазды романдарын. Бірақ, в общем, сол кезде Әуезов қордан кетіп, қаржылық бір проблемалар болып, олар тек қана сол түпнұсқа тілінде шығарылды да. Басқа тілдерге аударылмады. Аударылмады сол кезде. Бүгінде Таласбек Әсемқұловтың ең соңғы 8-ші томы шықты ма апай? 8-ші томы. Зира апайдың, сіз өзіңіздің бастауыңызбен Таласбек Әсемқұловтың көптомдықтары әлі де жариялана ма? Әлде осымен әлі де жалғасы шыға ма? Жоқ, біз басында 10 том, өйткені 2 том таңдаулы аударма деп жоспарлап едік, бірақ кейін қарасам, бұрынғы заманда совет әдетімен ешқандай авторлық құқықтар деген мәселе тумайды ғой. Бізде баспалар шетелдік авторларды алып шығара береді. Қазір бәрібір біз енді кішкене өркениетке қадам бастық қой. Мен мысалы Таласбек кезінде Иван Ильичтің «Дрина көпірі» деген романын аударды. Мен Иван Ильичтің қорымен жарты жылдай хат жазыстым, құқық бересіз ба дегенде. Мен күйеуімнің шығармаларын шығарып жүрмін. Олар айтты, біз рұқсат береміз, егерде Иван Ильичтің аты, романның аты мұқабада тұрса. Бізде ол шығармалар, оның мұқабасы бірде, Таласбек Әсемқұлов шығармалар пәленші том. Сосын олар ондайға рұқсат бермеді, бірақ Раиса Қадыр Степеворд баспасы хат жазысып, рұқсат алып, олар Иван Ильичтің роман былай Нобель сыйлығын алған роман. Ол керемет роман, шынымен. Босна Герцеговинадағы бір көпірдің несі, соғыс жылдар Сербистанмен. Ол сол көпірдің пәленбай ғасырлық Осман империя кезінде, анау Мехмет Оглу Соколович деген бар ғой, паша, олты серб. Анау кезінде алынған ғой әскерге, янычарларға алынған бала ғой.
Мехметоглу Соколович. Сосын паша болғанда ол анасымен қоштасқан жерінде көпір салдырған екен, өзінің туған еліне бір сыйлығым болсын деп. Сонда сол көпірдің тарихы арқылы сан ғасырлық туған елінің тарихын жазады да Иван Андреевич. Керемет роман. Таласбек Әсемқұловтың көп томдықтары менің алдынан қараған кезде кейбір томдары уже сатылымда жоқ екен. Иә. Бірақ кітапханаларда бар. Менің өзім осы жылы ауылға барған кезде аудан кітапханасынан Таласбек Әсемқұловтың 8 томын тауып алдым. Аудан сондай кітапханалардан табылады. Ішінде керемет, жақсы топтастырылған. Мен кеңес беремін өзімнің замандастарыма. Әсіресе мақалалары, Қондыгердің бір-ақ беттік тарихы, Аштық және соғыс, одан кейін киіз кітап, Кетбұғаның соңғы жорығы секілді мақалалар өте тың деректер айтады. Және ол кісілерде құрғақ, ол кісінің жазбаларында және кейбір мақалаларын екеуіңіз бірлесе жазған екенсіздер. Құрғақ дерек жоқ та, бір ой айтылады және ол сені ойлантады ары қарай. Бұл жерде ол нәрсенің тура сондай болды шарт емес. Мысалы Қондыгердің бір-ақ беттік тарихы дегенде қарап отырсаңыз, бір қарасаң бір ғылымда жоқ, ертек айтып кеткен сияқты да, бүкіл түріктерден таралған, Қондыгер деген шыққан деген. Бірақ оның тереңнен алыстан қараған кезде ол жерде бір сана бар. Еуроцентристік емес, басқаша жақтан қарау. Және неге түрік, Иран деп қарастырады, сол жағынан қарастыру. Және оны Түркияның алғашқы құрылу жылдарындағы бір түсініктермен қарасақ, Зия Gökalp болсын, Мұстафа Кемал Ататүрік болсын, олардың да көзқарастарында сондай бір алыстан алып қарау бар да. Және Таласбектің сол жазғандарымен үндеседі. Әрі Қондыгер деген сөздің өзі, мысалы, фарсша Емре Хожам жақсы біледі, Құдавендігер деген сөзден шыққан. Оның өзі де Османлыларды бұрын Қондыгер деп атаған екен, Османлы халифатын Қондыгер деп білген, Қондыгер жұрты деп білген. Және біздің қазақ ұғымында өзінің тарихына, өзінің тек қана осы даланың төңірегіне шектеліп қалмаған ұлт екенін білген да халық. Яғни біз қазір ойлаймыз, тек қана қазақ хандығы бар, татар хандығы бар, Каспий теңізі, яғни Хазардың мына бетінде Османлы бар. Ал екеуінің арасында ешқандай байланыс жоқ па сонда? Бірақ бар, өйткені білген, Қондыгер деген жұрт бар екенін білген. Мысалы, бірінші том Талтүс пен Тәтімбет сері күйшілік туралы романдар бөлек кітап болып, Меломан Каспийде бар. Сосын екінші том басқа кезде жазылған, ерте жас кезінде жазған, кейінгі кезде жазған қара сөз, проза мен сценарийлер, Құнанбай, Біржан Сал сценарийлер, олар екінші том, олар қазір Бектұрдың қазынасы болып шықты. Бесінші том тарих туралы, ол Қондыгердің бір-ақ беттік тарихы деп кітап болып сатылады. Сосын жетінші том, ол орысша жазған мақалалар, сұхбаттар, оны субъективная казахская культура деп солай сатылып жатыр. Бірте-бірте өткен 8 томды сатып алу, маған шығару да қаражатым жоқ. Сатылып жатқан. Соперница деген, ол жоқ, ол былай да, Таласбек жалғас жаза алмады ғой Талтүстің, өзінің ересек кезіндегі өмірін. Содан кейін мен әңгіме жаздым да, өйткені біз онымен қосылған кезде бір домбырасы болды да, өзі шапқан. Соның бір тылсым оқиғалар болды да, сонымен байланысты. Сосын олар ұмтылды. Мен Таласбек кейін өзі романға қосар деп жүрсем, бір күні қарасам, ол домбыраны ұмытып бара жатыр екенбіз. Сосын мен шағын әңгіме жаздым да, таза директ әңгіме. Оқиға қалай болды. Сосын бір режиссер маған айтқан ғой, осын мен кино түсіргім келеді, киносценарий түрінде жасаңыз деп. Сосын мен ол соперница қиялдан дүниелерді қосып кеңейттім. Бірақ кино түсірілмеді. Питчингтен өтсек те, сосын министрлік қаражат бөлмеді да. Сонымен ол қалып қойды. Сосын мен Талтүсті орысшаға аударғанда Полдин деп шығардым. Соған енді көлемі аз болып кетті деп, өзімнен сол соперница күндес дегенді қоса салдым. Солай. Иә, орысша бір кітап болып сатылып жатыр. Сонда томдар солай бар, және Отукен KZ сайтында көбі Таласбектің жазған дүниелердің көбі бар.
өзімнің сайтым, өзім кәдімгідей хостинг доменді төлеп отырамын, өзім саламын. Өйткені сендер сияқты жастар, олар кітап сатып алу, көшіп жүргенде кітап алып жүру бәрі қиын ғой. Соның үшін Ол еркін сайт кіріп көп көмектескен маған. иә. 2017 жылы бір кіріп қараған кезде, ол кезде енді дамып жатқан, сол кезде бірнеше мақалалар. Жоқ, мен оны 2010 жылы аштым. Жоқ, мен содан кейін жоқ, мен сайттан оқу несіне өз-өзім айтып жатырмын да. Мысалы, әдебиет порталы сол жылдары ашылып жатты. Жоқ, олардың бәрінен мен ерте ашылдым. Жоқ, сіздікі ерте ашылған. Өкімет маған қолдау көрсетті. Кейін бір домен жабылып қалды, иә, сайт бір жабылып қалды бір жылдары. Жоқ, ол жабылмады, бірақ ол анау движок инжин тозып күнде құлайтын болды да. Бәсе, өйткені бір кезде мен кіре алмай қалдым, сол кезде өкінгенім есімде менің ойы. Сонда анау бір Атыраудан бір Facebook арқылы маған бір Атырау бизнесмені жазды сол кезде. Апай, сізге көмектескім келеді, қандай көмек керек? Сосын айттым, осылай сайтым құлай береді, оны жаңарту керек дегенде, жақсы, қанша ақша керек? Сосын техникалық директордан сұрағанда, ол $1000 керек деді. Ол адам сөзге келмей, мен айттым, маған керек емес, бірден директорға жіберіңіз, солар жасайды ғой деп. Сол адам тікелей жіберіп сайтты жаңадан жасады. Өкінішке қарай ол адам сосын бизнесі жаман болып кетті. Қазақ анандай қазақ мәдениетіне жанашыр болатын бизнесмендер бай алмай жүрді. Талай мультимиллионерлерді танимын, бірақ олар көптен қазақ мәдениетке ақша бөлмейді ғой. Ол бір жағы, ол атыраулық бизнесмен Бауыржан Қибадолла деген, ол бір жағы өзі де қор ашып, Байқұтан деген қор ашқан ғой, қазақтың қой төбетін сақтап қалу мақсатында. Қазір үкіметімізде тазы төбетті қолдаймыз, анау мынау деп жатады ғой, бірақ ол қаражат бөлінеді, бірақ ол қаражат та басқа жаққа кете береді. Анау Бауыржан көп жазды, ол дейді, қазір сол үкімет бөлінген қаржыға анау төбеттерге қарсы жұмыс жасалып жатыр. Факт нақты ол сол тұқымды құртатындай жұмыс жасалып жатыр. Ол дейді, анау Европаның ит тұқымдары сияқты тек қана көрмеге апаратын, анандай өлшемі мынандай, түсі мынандай деп сондай сұрыптап жасауғысы келеді, және қатемен түркменнің алабайын алды дейді, үлгі ретінде. Біздің дейді, қой төбет, ол қой отардың соңында жүру керек. Сонда ғана өзінің қасиетін сақтайды. Сондай, бір жағы Бауыржан менің кесірімнен емес, сайтының кесірінен емес, жай өзі де көңілі басқа жаққа алып кеткен ғой, бизнестен гөрі ол сол төбетімен қалды. Соны жыр қылып Фейсбукта көбінесе жазады. Менің подписчиктер достарым қатарында бар, Бауыржан Қибадолла деп жазыла ма? Көп рахмет, Зира апай. Шынымен де Таласбек Әсемқұловтың кітаптарын қайттан шығарғаныңыз өте жақсы. Биыл мен де көргем кітап дүкендерінен, Қондыгерден бір беттік тарихын көрдім. Осындағы достарымызға да кеңес беремін. Елге барған кезде сатып алып мақалаларын оқысаңыздар болады. Және де апай айтып өткендей, өткен кезет сайтынан да қарасаңыздар. Әсіресе сұхбаттары. Тіпті ең қызығы, мына Тал түс романы бар ғой, сонда айтылып өткен күйлердің де сол жерде Таласбек Әсемқұловтың өз орындауында, сол күйлерде сайтта бар апай. Барлық күйлерде сол жерден тыңдай аласыздар. Оқыған кезде тыңдаған екі есе әсер береді ғой адамға. Бір парақша бар, Тал түстегі ән мен күй. Сонда қай ретімен айтылады, әрине сақталған. Өйткені ол жерде көптеген жоғалып кеткен күйлері айтылады. Мысалы, Таласбектің атасының репертуары 300 күй болды. Сонда Таласбек 17 жасында 90 шақты күй білді. Бірақ кейін Талас қайтыс болғаннан кейін біз оның домбыра жағынан шәкірті Рүстем Нәркеновпен бүкіл жазбалар, радиода, телевидение, үйдегі жазбалардың бәрін іріктеп шығарсақ, 34 қана күй сақталған екен запись күйінде. Құдайға шүкір, 1-2 күй запись, Таласбектің записи болмаса да, Рүстем қолынан үйреніп алған екен. Анау Ақай Қажын, Құмыры сияқты күйлер.
сонымен атасы 300 күй білсе, Таласбек арқылы 35-36 күй сақталды. Көрдің? Соның үшін романда айтылған біраз ән мен күй сақталмады, жоғалып кетті. Таласбек бала кезінде естіді, бірақ жаттай алмады. Ол кезде ауылда магнитофон деген жоқ. Осындағы барлық достарыма, жерлестерімізге тал түс романын қазақшадан, я болмаса түркішеден оқиық.